өміріңді өзгертетін қисса. Бірде бір кісінің қарызы көбейіп, қарыз берген адамдар қыспаққа алып, қарызын өтеуді талап етеді. Сосын әлгі кісі қарыздарын өтеу үшін бір бай саудагерден белгілі бір уақытқа дейін 500 динар сұрап барады. Сонда әлгі саудагер қашан өтейтінін сұрап, уақытына келіскен соң сұраған ақшасын береді. 500 динарды қарыздарына таратып, қолында еш ақшасы қалмаған міскін 500 динарды өтейтін уақыт келгенше қиналып өзін қоярға жер таппайды. Қарызды қайтаратын уақытта келіп жетеді. Сонда әлгі 500 динардың егесі келіп, қарызын беруді талап еткенде, әлгі міскін Алла атымен ант ішіп, ақшасы жоқтығын айтады. Сонда қарыз берген кісі қолынан жетектеп, қазыға апарып шағымданады. Қазы неге қарызын өтемей жүргенін сұрағанда, әлгі кісі ақшасы жоқтығын ескертеді. Қазы қамауға алуға бұйырғанда, әлгі міскін: «Уа қазеке, мені бір күнге жіберсеңіз, мен ағайын туысыммен қоштасып келейін. Сенің қайта келуіңе кім кепіл? Мен сені қамауға алуға бұйырып қойдым ғой». Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам кепіл. «Егер келмесем, мені пайғамбарымыздың үмбетінен емес» деп куәлік беріңіз. Бұл кепілдіктің құны қаншалықты жоғары екенін түсінген қазы әлгі кісіні ертеңге дейін босатуға бұйырады. Жігіт әйеліне барып, қазының үкімін айтып, әйелі қалай босатқанын сұрағанда, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам кепілдігімен шықтым. Бір Аллам сені сақтаған екен. Ақыры пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам кепілдікке қойып шығыпсың. Кел, пайғамбарымызға салауат айтайық деп, пайғамбарымызға салауат айтып отырып, ұйықтап кетеді. Сонда түсінес пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кіріп: «Ей қарызға батқан жан, таң атса уәлиге, мұсылмандардың қазынасына жауапты кісіге барып айт, сенің атыңнан қарызыңды өтесін, және менен сәлем айт. Егер сенбей жатса, менің екі дәлелім бар де. Ол не дәлел екенін сұраса, ол күніге, түнде маған 1000 рет салауат айтатынын айт. Бірақ соңғы түні қателесіп 999 рет салауат айтты. Бірақ мен оны 1000 қылып қабылдап алдым. Осыны барып айт» дейді. Таң атып ұйқыдан оянған жігіт тіке уәлиге барып: «Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам саған сәлем айтып жатыр, және менің қарызымды өтесін» дейді. «Сенің рас айтып жатқаныңа не дәлел?» «Менің дәлелім, сен күніге түнде пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам 1000 рет салауат айтасың. Бірақ соңғы түні қателесіп 999 рет айтып едің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны 1000 етіп қабыл алды» дейді. Сонда өзін ұстай алмаған уәли жылап жіберіп, Байтул малдан, мұсылмандардың қазынасы 500 динар алып беріп, өз қалтасынан 2500 динар беріп, қазыға баруын бұйырады. Әлгі міскін қазыға барғанда, қазының сағынышпен асыға күтіп отырғанын байқайды. Сонда қазы: «Кел, жақында, сенің берекетің мен пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам түсімде көрдім» деп қасында дайындап қойған 500 динарды міскінге беріп, қарыздарын өтеуді сұрайды да: «Мен түнде пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам көрдім. Ол маған: егер сенің қарызыңды өтесем, қияметте маған кепіл болатынын айтты» дейді. Әлгі міскін орнынан тұрып кетейін деп жатқанда, есіктен 500 динарды қарызға берген кісі кіріп келіп, міскінді құшақтап: «Сенің берекетің мен пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам көрдім. Егер қарызды кешірсем, мені қияметте кешіретіндерін айтты. Барлық қарызды кештім. Қосымша міне, саған 500 динар алып келдім» деп
құшақтап, қысып, кешірім сұрап, көз жасын тоқтата алмай қала беріпті. Бауырлар, біздің көп мән бермей жүрген, ғапылдықта жүрген нәрсеміз ол пайғамбарымызға, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, салауат айтуға немқұрайлы қарауымыз. Жай кездер болсын, қиналған кездер болсын, салауатты тоқтатпайық. Оған қатысты қаншама хадистер мен ғалымдардың өмірі дәлел. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.